Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомда мен сіздерге қазіргі таңда хитке айналып жатқан осындай үлкен көлемді конфеттің оралу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен керекті подаркаларымызды қалай қоятынымызды ойластырып, оны сызғышпен ұзындығын және енін өлшеп аламыз. Дәл соның өлшемде картонымызды қиып, артық картоннан осындай екі жіңішке, екі жанын қиып алатын боламыз. Міне, картонды қиып алдым. Енді осылай сәл арасын ашып, кез келген скотчпен осы видеодағыдай етіп скотчтап аламыз. Ортасын кішкентай ашасыз, өйткені осылай қайырылу керек. Міне, екеуін жабыстырып алдым. Енді орайтын гүлдің қағазын осылай ыстық клейдің немесе скотчтың көмегімен картонымызды жауып аламыз. Менде кішкентай жетпей қалды, сіздер толықтай орасаңыздар болады. Және осы видеода көрсетіліп жатқандай ыстық клей немесе скотчпен осылай екі артық қалған жерлерін ішке қарай қайырып тастайсыздар. Міне, бірінші бір жағын, екінші келесі жағын, сосын ортасын ішке қарай қайырамыз. Енді келесі бір гүлдің қағазын ортасынан екіге бөлеміз. Және осы видеода көрсетіліп жатқандай бірінен соң бірін майыстырып, гармошка тәріздес етіп жинайтын боламыз. Міне, осылай жинаймыз және ортасына осылай бүктеп, әдемі гармошкаларымызды ыстық клейдің көмегімен жабыстырып аламыз. Енді двойной скотч, менде қағаз скотч, осылай қолмен майыстырдым. Кәдімгі скотчты жарай береді. Подаркаларымыздың артына осылай дайындап, картонымызға дізіп, әдемі етіп орналастырып жабыстыратын боламыз. Осылай әдемі етіп орналастырамыз. Енді прозрачный пакетімізді алып, менде өте үлкен болды, сондықтан ортасынан бөлдім. Міне, сыртынан осылай орап, екі фантик тұрған жерге лентамен осылай әдемі етіп гүлдеп байлап шығатын боламыз екі жағында. Міне, осылай екі жағында орап байлап алдым. Сол кезде бізде өте әдемі үлкен көлемде гигант конфетіміз дайын болды. Сыйлыққа бергенге өте әдемі болады. Жасап көріңіздер.